Solo leveling әлеміндегі ең қауіпті монархтардың бірі. Легия туралы білгіңіз келе ме? Легия ықпалы шектеулі, өте қысқа рөлге ие кейіпкер. Алыптардың патшасы Легия өз дәрежесіндегі қуатты тұлғалардың ішінде ең аз көрінгендердің бірі. Алыптардың патшасынан күткендей, оның бойы орташа адамнан шамамен 2 есе биік. Шашы ретсіз, сақалы қалың, терісі көкшіл сұр түсті. Сырт келбетінен оның жақсы күндерді бастан өткергені байқалады. Монарх ретінде Легия осал емес еді, және билеушілер үшін басты қауіптердің бірі болды. Алайда абсолютті тіршілік иесі қаза тапқаннан кейін ол қолға түсіп, бүгінге дейін шынжырланып ұсталған жалғыз монархқа айналды. Сонымен қатар билеушілер оның мойнына мән асылтасын орнатып, адам әлемін оның манасымен күшейтіп отырған. Легия туралы дерек аз болғандықтан, оның нақты сипаттамалары басқа монархтардікіндей анық емес. Бірақ бір нәрсе айқын, оның мана деңгейі орасан зор. Ол жалғыз өзі әлемге мана құйып тұрған. Соның арқасында жалғыз деңгей көтеру оқиғаларындағы сон жиыну шайқастары кезінде жер бірден күйреп кетпеді. Оның қуаты ес дәрежелі аңшылардан әлдеқайда жоғары екені де белгілі, өйткені оның қақпасының өзі оларды жолатпаған. Оның алып күшін оны байлап тұрған ауыр шынжырлар да дәлелдейді. Ең ерекше қабілеттерінің бірі сенім анты деп аталатын бірегей сиқыр. Бұл сиқыр екі тараптың да бір-біріне өтірік айтуына мүмкіндік бермейді. Тағы бір маңызды қасиеті — рухани дене көрінісі. Ол арқылы Легия өзінің шынайы мәнін айқындайтын формаға ене алады. Әлсіз тұстарына келсек, біз көрген кезде ол толықтай дерлік сарқылған еді. Ұзақ уақыт бойы байлаулы және күшінен айырылған Легия сон жинумен одақтасуға тырысқанда айлакер бола алмады, нәтижесінде бір соққымен жойылды. Оның шынайы күші туралы нақты баға беру қиын, өйткені біз оны кемел шағында көрмедік және адам әлемінде оған лайық ыдыс болмады. Соған қарамастан, күйреген монархтың өзі әлсіз қарсылас емес екенін бізге дәлелдеді. Solo Leveling анимесінің 3 және 4 сезондарының не болатынын толық көргің келе ме? Ендеше арнаға өт. Алдағы оқиғаларды жіберіп алғың келмесе, қазір арнаға өтіп жазыл. Күнделікті жаңа спойлерлер мен қызықты фактілерді көргің келсе, қосылып, арнаны бақылауда ұста. Сендіремін, скучно болмайды.